40.000 қазақ жүр дейді Кореяда, жалшы болып. Сұмдық қой, мынандай ұлан қайыр жерде жүріп алып, біз біреуге жалшы болып жүргеніміз. Елімізде жалшы болу, ол вообще сорақы. Мен бір рет әлі есімде тауға бара жатқан кезде жастарды алып барам. Бір жігіт, Қайсар деген жігіт жүріп келіпті. Тура тіл салақтап қуып жетті да, аға мен үлгердім, бастығым жіберді, бастығым керемет жақсы адам. Бастығың кім десем, бастығым түрік дейді. Сол түріктің қоластында жұмыс істеп жатырмын дейді. Сол жексенбі күні Ахметбек ағамен тауға барайыншы деп едім, жарайды деп жанашып жіберді дейді. Айтым, бұл сен жексенбі емес бесем, ой бізде жексенбі жоқ. Сол айтым, елің кім десем, Кереймін дейді. Қандай Керей десем, Жәндеке ғой деймін. Сен батыр кім де, батырларың бар ма десем, Жәнібек батырдың ұрпағымыз ғой дейді. Сол айтым, Қайсар, Жәнібек бабаң тіріліп келсе сұрайды ғой, балам, ұрпағым, не істеп жүрсің десе, не деп жауап бересің десем, ыржият, менеджермін деп айтам, түріктемін деп айтам дейді. Айтам, менеджер деген ұқпайды ол. Жәнібек қайдан ұқсын, бабаң қолында грузisi бар, кеп тұр, не істеп жүрсің дегенде, кімнің қолында жұмыс істеп жүрсің дегенде, түріктің қолында жалшы болып жұмыс істеп жүрмін деп айтам дейді. Сөйтіп айтуға мәжбүр ғой енді. Сонда Жәнібек ана шоқпарымен басыңдағы миыңды шашып жіберетін еді ғой деймін. Иттің баласы, мына жерді біз қырғын соғыста соғысып жүріп алып қалғанда сен келімсектің қолында жалшы болып жүрсің деп қалдырдың ба? Одан да сенің тірі жүрмей-ақ өлгенің жасы деп сенің миыңды шашып жіберер еді ғой сен. Ойланып деп сөйдейді. Мен не болды? Неге өз еліңде жүріп, өзің неге кәсіп жасамайсың? Неге сен біреуің түріктің қолында, біреуің Қытайдың, біреуің орыстың, біреуің басқа біреудің қолында жұмыс істеп жүресің? Мына елдің иесі сенсің. Ол үшін рухыңды оят. Соң құралды үйрен. Болды. Қазақ кәсіп жасамасын деген бізде саясат жоқ. Сондықтан біз мен сендерге өтінетінім, қазір көріп отырған сендерге өтінетінім, жыртақойды қойыңдар. Мүлде эстрада тыңдау, түкке тұрмайтын бір киноларды көру, сериалды көру, боксты көру. Головкин сенсіз-ақ ол миллион тауып жатыр. Сенсіз-ақ жеңеді. Артыңды жыртып ойбай Головкин деп айғайлап бар ғой. Қажеті жоқ соның бар ғой. Сен өз тірлігіңді ойла. Головкин бара немересіне дейін ақшаны жасап тастаған, солай ма? Сен өз тірлігіңді, өз балаң не болады, өз елің не болады, соны ойлау керек қазір. Әрбір күн, әрбір сәт сайын. Қазір өте қиын заман келе жатыр. Сондықтан заманауи ғылымды үйренетін, өз тірлігіңді қолға алатын заман келді. Ол бәрі элементарны.